Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен өз ойыным деген тақырыптағы 31-ші оқулықтағы 31-ші беттегі 15-ші суреттегі ойынды құрастыратын боламыз. Біріншіден ойынымызды құрастыру үшін оның шартымен танысайық. Ол яғни себетке жемістерді жылдам жинап алуымыз керек. Жинау үшін себетті тінтуірмен оңға солға жылжытып, жемістерді себетке дәл түсіруіміз керек. Оннан көп жеміс жинауымыз керек. Берілген уақытта үлгеріп жинайтын болсақ, кейіпкеріміз меруерт бізге жеңіске жеткенімізді хабарлайды. Берілген уақытта жемістерді себетке жинай алмасақ, ұтылғанымыз туралы хабарлама шығуы тиіс дейді. Яғни бізге оның программасы, скрипті мынау 16-шы, 17-шы, 18-ші суреттерде берілген. Енді әр қайсысына мына жерде кейіпкерлер, спрайттер көп болғандықтан әр қайсысына жеке-жеке программа, скрипт құрастыруымыз керек. Ал бастаймыз. Ол үшін біз өзіміздің күнделікті Scratch, онлайн Scratch'імізге көшіп алайық. Бастамас бұрын, біріншіден бізде спрайттарымыз таңдап аламыз. Өзімізге керек. Бізде қыз, Эбби керек, содан кейін ол спрайт бар, алма бар, жемістер бар. Қазір өзіміз суреттегі ол дейді алайық. Бірінші спрайттарымыз таңдап алайық. Содан кейін барып, оларды дұрыстап орналастырамыз. Алманы алдық. Дұрыстап орналастырып алайық. Оқулыққа назар аударайық. Содан кейін бізде фонды ауыстырамыз. Фонды ауыстыру үшін оң жақтағы жерден кітаптағы фонды тауып аламыз. Енді мынаға назар аударайық. Бізге тағы да себет керек. Себетті біз осы жерден тез табатын сияқтымыз. Боул деген себет. Боул деген себет. Жақсы. Суреттегендей қойып алдық. Мына жерде қараңыздар, ол бұл жерде мындай қызға қарап тұр. Ал бізге біздің ол басқа жаққа қарап тұр. Ол үшін біз мына жерде мына ұлдың өзін таңдаймыз, дейді таңдаймыз да, направлениесін бұлай қарама-қарсы жаққа өзгертеміз. Тура осылайдыр. Мұна бассақ, басатын болсақ, мынаны басып алып, содан кейін былай жылжытатын болсақ, ди бұлай қарай, қызға қарай қарап өзгерді. Көрдік па? Жақсы. Енді бізде мына жерде жемістердің көптеген 5 түрі тұр. Сондықтан жемістерді спрайт қып емес, спрайт болса әр қайсы жеке-жеке болып кетеді. Сондықтан да жемістерді ауыстырып өту үшін костюм блогына барамыз. Сол жерден барып, мына жерге жемістерді қосатын боламыз. Жемістеріміз ашылсын. Жеміс әлі ашылған жоқ. Мына жерден тез-тез тауып аламызға болады. Бізде бананды алайық. Бар жемістерді ала берейік. 5 жеміс керек. Содан кейін біз клубника аламыз. Тағы қандай жемістер бар мына жерде. Апельсинді алайық. Содан кейін қарбыз алайық. Басқа жемісті көріп тұрған жоқпыз. Тағы бір жемістер тапсаңдар өздерін қоя беріңдер. Мен барын тез-тез алып қоя берейін. Осылай міндетті түрде осылай алып алу керек. Жеке спрайт ретінде емес, костюм ретінде барлығын алып алғанымыз жөн. Енді мына оқулықты қарайық. Бізде оқулықта жемістерге құрылған скрипт. Бірінші біз жеміске скрипт құрып аламыз. Ойынымызды бастамас бұрын. Ал программаның скрипті құруды бастаймыз. Ең бірінші бізде программа жасыл жалаушыны басқан кезде іске қосылады. Одан кейін жасыруны. Жасыруны қойдық. Одан кейін 7 секунд күту дейді.
7 секунд деп ауыстырайық мына жерде. 7 секундтан кейін ойынымыз басталады деген сөз. Енді мына жерде x, y нүктесіне өту дейді. x0 ол бізде мына жерде болу керек. Перейти деген тұр ғой. Мына жерде программамыз басып. 3-ті 0-ге ауыстырамыз. Y-імізді қарайық. 198. 198. Әрқашан блогын құрамыз. Әрқашан блогын құрдық. Одан кейінгі секунд күту дейді. Осыны алдық. Бірақ біз мына жерден логикалық операторлардың ішінен бізде не? Арасынан кездейсоқ таңдау дейді. Мына логикалық операторды қоямыз. 1-2 арасынан кездейсоқ. 1, мына жерде 2 деп ауыстырайық. Өзім клонын жасау дейді. Оны біз мына жерден управление қыламыз. Создать клон самого себя дейді. Осыны қояйық. Содан кейін келесі костюм өтеміз. Келесі костюм бізде олар яғни жемістердің түрлері кетеді. Енді мынаны табамауымыз мүмкін, сондықтан да біз бұны бұл сөзді when I receive дегенді біз алдын ала ағылшыншадан қазақшаға аудардық, ұйғыршаға аудардық. Ол кезде бізде қандай сөз шыққан екен? Яғни бізде when I receive деген міне осыны қоямыз. Сообщениенің атын өзгертеміз. Не деп тұр бізде кітапта? Жарайсың, көмегіңе рахмет дейді. Сөйтіп өзгертеміз. Жарайсың, көмегіңе рахмет. Сөзге ауыстырдық. Стоп. Ол бізде управление блогында орналасқан, басқару блогында орналасқан. Жақсы, бұны құрастырдық. Енді мына жерде мен клон ретінде бастаған кезде дейді. Келесі программа кетеді. Кетті. Көрсету. Содан кейін мына жерде дұрыстап кітаптан қарап алғанымыз дұрыс, иә? Тағы да сол. Тағы да логикалық операторлар кетеді. Мына жерде мен негізінен алдын ала бағдарламаны құрастырған, соған қарап та істеуге болады. Минус 220-дан 220-ға. Кітаптан көрінбегендіктен осы жерден қарай берейік. 20-дан sonra кетпесін. Жай 220-ға дейін дейді. Сосын Y бізде 180 деп тұр. 180. Келесі бізде нүктесіне өту деп тұр ғой. Енді бізде дейін қайталау дейді. Ол бізде жасағанына қарайын.
Біздікі мынау ғой. Қазір оны аламыз. Повторить, пока не дегенді алайық. Содан кейін кітаптан қараймыз. Y қалпында артық положение Y деген бар тұғын. Түсін көріп алайық, шоның көк екен. Ол бізден положение Y. Логикалық операторды құрмаппыз ғой. Бірінші логикалық оператор тұратын міндетті түрде. Одан кейін Y қалпында деген кетеді. Артық нешеден? Минус 180. Минус 180. Минус 180 деп құрдық. Деген қайталау деп тұрмын. Келесі Y-ті минус 10 өзгерту дейді. Изменить Y на минус 10 дейік. Минус 10. Одан кейін бізде егер онда бұлауға кетеді. Егер онда бұлауға. Если то егер себет деген тип тұрма деп не дедік? Мына жерден қаралайық. Қарайық, себет дегенге тип тұрма дейді. Осыны қойғанымыз. Ол бізде касается. Мына жерде біз бұны алмаймыз. Себет бізде қараймыз. Боул деп тұр, боулға апарамыз. Және жылжытқанда біз себет жылжытамыз, сондықтан да себет тип тұрма деген боулды алдық. Онда то ұпай мәнін бір өзгерту дейді. Изменить. Мына жерде мына сөзді өзгертеміз. Мына жерде өзгертеміз. Ұпай деп жазамыз. Ұпай. Ұпай. Кей батамыз. Оның ойынымыз ұпай. Қазір біз себетке жемістер түсіргенде ол бізде өзгеріп отырады. Сондықтан да тұрған дұрыс. Одан кейін бізде келесі бұл клонды жою. Бұл клонды жою. Удалить клон. Жақсы. Егер онда тағы кетеді. Если то блок кетті. Y қалпында жер былай. Положение Y деген бар. Бізде ол жерде орналасқан положение Y. Одан кейін сан көрінбейді менде, сондықтан алдын ала құрылған программамды қарап алайын. Минус 180. Мына жерде минус 180 болса, онда ұпай мәнін өзгерту дейді.
изменить опай на минус 1 деп қоямыз. Минус 1. Яғни тимесе, я себетке түспесе, бұл клон, удалить клон деген қоямыз. Осылайша біз себеттерге, жемістерге арналған блокты аяқтадық. Ал ойынымызды бастап көрейікші. Тексеріп көрейік. 7 секундтан кейін ойынымыз басталады. Басталу керек. Басталды. Көріп отқандарындай опайға назар аударып отырыңдар. Міне қарап, опайға назар аударайық. Себетімізді тышқанның көмегімен жылжытамыз. Егер де жемістеріміз далаға кетіп жатса, опай бізде азаяды, азайып жатыр. Себетіміз минусқа дейін кетеді, далаға кетіп жатса. Ал егер себетке дәл түсіретін болсақ, себетке дәл түсіруге тырысайық. Опайды қарап отырамыз. Себетке дәл түсірдік. Опайымыз жиналуда 10-ға дейін. Шарт бойынша осылайша жақсы, жемістерге құрылған скрипт құрылды. Енді біз Merverse пен алмасын скриптін құрастырайық. Басылған кезде бұл жерде менде бір сұрақ болып тұр. Екеуіне бір программаны құрып көруге. Кеттік, бастап көрейік. Екеуіне де осы тура осы бір программа болады басылған кезде. Сәлем дегенде 2 секунд бойы айту дейді. Маған жемістер жинауға көмектесші. Секунд күту. Одан кейін әр қашан егер онда блок кетті. Мына жерде енді көрінбей қалды. Опай 10, я 10 болу керек. Кітап болмаса қиынырақтау. Егер опай деген қайда? Міне опай сөзін алдық. 10 минус 1 онда ұтылдың жіберу дейді. Ұтылдың дегенді қоямыз. Қазір ол спрайт блок скрипті табылайық. Бізде қайсыған ұқсайды ол? Ұтылдың жіберу дейді.
Ал скриптті мына жерден қарайық. Өзгертейік. Атолдың тағы да егер онда кетеді. Қай жерден жалғасып кетеді екен? Атылдыңнан кейін жалғасады екен. Ұпай артық 9-дан болса, ұпай артық 9 болса, жарайсың көмегіңе рахмет дегенді 1 секунд бойы айтты дейді. Бұл бізде мына жерде. Көмегіңе рахмет. Bir sekund. Stop барлық дейді. Stop все. Ары қарай when I receive дейді. Ол бізде алаш. When I receive бұл жерде атылдың деген сөзді алғанда, тағы да бағың сынап көр деген 1 секунд бойы айту дейді. Тағы да бағыңды сынап көр. Бірге ауыстырамыз. Стоп. Барлығына стоп береміз. Мынау алмастық болу керек. Мынау астындағы скрипт алмастық болу керек. Себебі аз, тек жауап қана. 1 секунд күту. Содан кейін сәлем дегенде 2 секунд береді. Сәлем. 1 секунд күту тағы да. Жарайды дегенде 2 секунд. Жарайды дегенде 2 секунд бойы айту дейді. Жарайды. Бастайық. Маған жемсе жинау көмектесші. Жарайды. Жарайсың көмегіңе рахмет дейді. Бай бірден 10 болып кетті. Неге? Жеті секунд күтейік. Мүмкін ойын басталар. Мынадан бастап көрейікші.
жарайды, себеттің скриптін құрастырып алайық. Себеттікі құрастырылмағандықтан болу керек. Толық құрастырып алайық. Ұпай мәнін беру. Нөлігіне әрқашан x бойынша бізде ол бойынша тінтуірге ауыстырайық. X бойынша тінтуір дегенді қалай? X бойынша тінтуір минус 125. Минус 125. Егер ұпай енді бізде егер онда логикалық оператордың көмегімен мына жерге былай қоямыз. Ұпай артық 0 болса, ұпай артық 0 болса, онда ұпай 0 мәнін беру дейді. Атылдың жіберу дейді. Жерге атылдыңға ауыстырамыз. Стоп барлық дейді. Барлығына стоп береміз. Ал ойынымыз басып көрейік. Сәлем. Жарайды. Ал кеттік, ойынымыз басталады. 1, 2, 3, 4 3 4 5 6 7 8 9 10. Жарайсың. Көмегіне рахмет. Өте жақсы. Көмектестік. Гемерверске көмектестік. Тағы да. Енді минусқа кетейік. Жарайды. Тағы да бағың сынып көр дейді. Ойынымыз бізде жүзеге асып тұр. Бастық сәлем. Баға жемістер жинауға жарайды. Кеттік ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың. Көмегіне рахмет. Болды. Түсінікті ме болар? Осылайша бұл ойынды құрастырдық. Түсінікті болса үйде қайталап істеп көріңдер осындай программа. Жақсы сау болыңдар.